28-ге толып жатырмын. Отбасымды қатты жақсы көрем. Бүгінгі күнім ең бақытты күнім болатынына 100% сенімдімін. Бүгін демалыс. Балаларым жақсылап бүгін демалып алыңдар, иә? Иә. Жарайды аға. Сен баласың ба? Онда неге мен бала сияқты жұмсайсыз? Кім бірінші құттықтайды екен? Сіз есталыңыз. Айтпақшы мұны ұмытып бара жатырмын. О, мына есіне түсті-ау. Бүгін мейрамханада бізде жұмыс көп. Үлкен пакет болады. Соған сен көмегің керек болып қалуы мүмкін. Жарайды. Жақсы ма? Кез келген уақытта шақырып аламын. Келші. Бұл айтсаңыз болды. Бір аяғым мында, екінші аяғым жұмыста. Екі аяғымен келші, жұмыс көп дейді. Ой, жарайды, әзілдеп отырсам. Шай ішіңіздер. Рахмет келін айналайын. Шайың дәмді екен. Әзілдеп отырмын жеңше. Шынымен ұмытып кеткен сияқты. Туған күнімді өзім естеріне салмасам, құттықтайтын түрлері жоқ. Бүгін қандай күн екенін білесің деп. Иә, білеміз. Айтқан жоқпын осы жағын. Жексенбі. Дүйсенбі емес қой. Ал шайын ішіп болдың ба? Болдым, иә. Тұршы бара берейік шайнаққа. Жарайды. Көп жандар, сендер жақсылап демалып алыңдар, иә? Мен қуыршақтар, мен. Ал мен көлігіммен ойнайын. Бәрін жиналдыңдар ғой да? Мен бармын. Мен бармын. Аю. Мен болмын. Бәріміз жиналдық. Ертең аналарының туған күні. Қойыңыз. Анамның туған күні қыста ғой. Сен жеңешеңнің туған күні дейін. Жеңшем туған күні. Жеңешең туған күні. Сонда мен анам туған күні қашан? Қызым, саған анаң болады. Саған жеңешең болады. Саған анаң болады. Сонда Кәусардың анасы менің жеңшем ба? Мен жеңшем Кәусардың анасы Әлинұрға болады. Ана менің жеңшеме. Сен жеңшең қайда? Менің апам. Менің келіншегім. Дұрыс, иә. Сен жеңшең. Болды. Екеуінің анасы. Үйдегі жеңшемнің туған күні. Үйдегі жеңшең туған күні. Болды ғой. Туған күнімен құттықтамаймыз. Құттықтамаймыз? Құттықтамаймыз. Сөйтсек ақша да жоқ қой қазір. Ұмытып кетті деп ойласын деймін. Құттықтаймыз ба? Ұмытып кетті деп ойласын. Кешке тосын сыйлық жасап құттықтаймыз. Тосын сый. Тосын сый. Ал енді кім не сыйлық жасайды? Кәусар, сен не сыйлық бересің? Мен сурет салам. Міне өте дұрыс. Сурет. Әлинұр, сен? Ал мен ашық хат дайындаймын. Ашық хат. Браво. Сендер аналарыңа сен жеңешеңе Сақина сыйлайды. Сақина. Ұсыныс жасайсың ба үйленуге? Ұялтпашы. Болды. Жандос, сен жақсы етіп бір тәтті тортқа тапсырыс берсе. Тәтті торт қой. Мен тортқа өзім жауап беремін. Кішкене сосын мен сатып алып келген. Сақинаны салып қойдым. Оны мен торттың ішіне сақина салып қойсам. Жеңшем жеп оны. Жайлап же деп айтамыз. Иә, жайлап жеп. Жайлап же деп айтпаймыз. Бірақ жайлап жеп отырып байқамай жеп қойып, екі түсіп қалып, сендерден бұндай сыйлық күтпедім десе. Болды, жақсы. Енді былай істейміз. Ешқандай сыр білдірмейміз. Кешке қарап құпия агенті боламыз. Әке қолды. Міне. Сен отындайын жақсы бар ғой. Ал, кетіп бір, екі үш. Ең жақсы сыйлық қолдан жасалған сыйлық. Демек мен анама ашық хат сыйлаймын. Ал ішіне анамды қалай жақсы көретінімді жазамын. Енді сыртына гүл жапсырып, ал ішіне жазу ғана қалды. Оғым, не істеп жатсың? Жай ғана апайым деген ұйықтасырмасына ұшақтың суретін сал деген. Көмектесейін ба? Жоқ. Өзім сала аламын. Жарайды. Кете беріңіз.
туралы жаздадық. Иә? Иә. Енді қайттан сора берейік. Алло, сәлеметсіздер ме? Біз сіздерге тортқа тапсырыс бергіміз келген. Туған күнге. Жеңешемнің туылған күні еді бүгін. Иә, сіздердегі ең керемет, ең ұсынатын тор... Сол торға салып аулайсыңдар балықты. Бір менде, ал жеңше. Ұмытып қалдым. Жарайды. Жақсы. Есімді жазасаңыз. Әлі ренжімеңіз. Жеңешем ғой кіріп қалған. Я, олай болса, аға, хабарын күтем сізден. Жақсы, сау болыңыз. Мен бүгін анама отбасымды салам. Назерге әкемді, Назерге анамды, Назерге Алинұрды, Назерге көкені, Назерге өзімді. Қызым, не істеп жатсың? Мен қуыршағымды бояндырып жатырмын. Жақсы жан. Ұстал қала жаздадым. Әлде көбелектің суретін салсам екен? Я көбелектің суретін салам. Әдемі. Алло. Ау. Неде мейрамханада? Шығып кетті деді ғой. Тысқа шығып кеткем. Түскі ас ішіп алайын деген. Мейрамханадан шығып түскі ас ішуге басқа жерге бардың ба? Мейрамхана ішінен шаршап кеттім. Жарайды онда. Жақсылап тамағыңды іш. Жақсы. Сол қоя жаздадым ғой. Алло, құпия агент Жандос сізді тыңдап тұр. Так, Жандос, Сақинаны алдым. Иә, мейрамханадан келіп алып кеттім. Торт дайын ба? Иә, барлығы дайын. Енді қалған сол торды тапсаңдар істейсіз. Бәрі ауылда жүріп сол торт таппай жүрсіздер ме? Бір минут. Кешірші, сен мазалай бердің ғой. Қалдың кіріп киімдерің бар? Жоқ, жеңше. Мен ауылда тор болып, балық олайтын тор таппай жатырдық. Есігін жаба салсаңыз. Жарайды, жақсы. Кешір. Алло. Иә, жеңгем ғой кіріп қалған. Мейрамханадан келіп алып кеттім. Болды, айтсаңыз болды, қазір киініп алайын, сосын сізге қарай барам. Жақсы. Жақсы. Алло. Сәлем, қалайсың? Туған күніңмен? Рахмет, Айнұр. Өзің қалайсың? Менде де жақсы. Туған күнің қалай өтіп жатыр? Болат не сыйлады? Жақсы. Сақина сыйлады. Қандай күшті. Ертең көрсетерсің. Жақсы, жұмыстан тағы хабарласам. Жарайды, жақсы. Өзім хабарласам. Тортты дайындадым. Сыйлықтарды дайындадым. Сақинаның торттың ішіне. Сақина! Сақина! Сақина!
туған күніңмен қымбаттым. Туған күніңмен Анасы сәнгі қызбен. туған күніңмен мінекей жеңеше сізге құтты болсын, туған күніңіз құтты болсын. Мен үшін ең керемет күн. Мен үшін де ең керемет күн. Сіздің керемет күн, менің керемет күн. Олай болса, осы керемет күнді атап өтейік, е? Отырыңыз, отырыңыз. Жоқ, бүгін туған күн. Уақыт жағында! Әзілдеп жатырмын, жеңеше. Бүгін дастархан сіздің туған күніңізге орай жайылды. Біздің мейрамхана қош келдіңіз. Біріншіден не қалайсыз? Әзілдеп жатырмын, ал туған күн басталды. Таяқ жерге тасталды. Дастархан құтты болсын. Анасы мынау сізге менің атымнан. Керемет, жаным, сол рахмет, жаным. Қандай Сақинаны жоғалтып Әлі қарашы, қандай. қалай? Жоғалтып алған сен? Әдемі салып қаш? Каусар, қалғаны. Қарашы, Ал мынау менің атымнан. жаным, кешірім, сен бүгін сүйдің ба өзі? Жаным, жаным. Өзің жасың ба? Қараңдар. Әлінұр жасыпты. Анашым, сізге бар жақсылықты тілеймін. Осылай әрдайым әдемі болып жүріңіз. Әлінұр. Жаным. Анасын торт жеңіз. Тортты керемет. Мынау не? Рахмет, отағасы. Сыйлығы ма? Қараңдар, әкелерім. Мен негізі оны жоғалтпаған. Сіз не етілдіген деп тексеріп көргем. Қойыңыз. Қарайын деймін дейді. Ал енді шайдан алайық, тамақ жейік. Шайдан алайық. Шайық ішіп салғайын деп отырмын. Жанбасқай. Ал, бірақ бұл сыйлықтың соңы емес. Ал енді менің атымнан